Өткен өмір бар ма? Менің жауабым иә, бар. Не себепті мен осылай шештім? Бұл менің жай ғана ойым, пікірім және сенімділігім емес. Өзімнің басымнан өткен тәжірибе болғандықтан мен өз ойыммен әрине сенімді түрде бар деп айтамын. Егер де маған Америкада немесе шет елде осындай реинкарнация туралы мектептер бар, оқу орындары бар, түсіре алатын мықты адамдар бар деп айтатын болса, мен мүмкін нейтральный қарайтын едім. Немесе жоқ, ондайға сенуге болмайды деуім де мүмкін. Бірақ менің тәжірибемде күнделікті жұмыстан кейін, тіршілігімді жасап жүргеннен кейін, демалыс уақытымда медитация қосып, мен тыныштық сәтіне өзімді кіргізгім келді. Яғни ішкі жан дүниемді тыныштандырып, релакс тайм дейді ғой, жай ғана денені босатып, медитацияның музыкасын қойып демалып жатқан болатынмын. Бір уақытта менің өткен өмірлерімнің бәрі тізіліп шықты. Бір моментте барлығын көрсеткен жоқ, яғни біртіндеп көрсетіп шықты. Сол жақта мен жүрмін, мен қорықтым әрине, өйткені ешқандай білім жоқ, тәжірибе жоқ, зерттемегем, оқымағам, не болып жатыр деп қорқыныш болды. Қарап шықтым, көрдім, сезіндім, мен осындай адам болғанмын ба, мен осындай жауыз болғанмын ба, мен осындай мейірімді болғанмын ба, мен кіммін деп түсінбей кеттім. Одан кейін қайтадан есімді жиып, осы реальностьқа келген кезде мен әрине ең бірінші ой, ешқандай білім болмағаннан кейін, мен миым дұрыс жасап тұрма деген қорқыныш болады. Бірақ вроде нормально, кәдімгі адаммын, ел қатарлы жұмыс жасап жүрмін, өзімді ұстай алам, дұрыс ойлана алам деп екі ойлы болдым. Сонымен мен әрине не істедім? Интернеттен зерттеп іздендім. Ол жерде «Путешествие души» Майкл Ньютонның кітабын оқығанда мен қатты қуанып кеттім. Бұл өмірде жалғыз мен ғана ондай емес екенмін. Яғни ол кісі өте тәжірибелі маман. Оның алдына келген адамдар трансқа түсіріп, сұрақ қою арқылы миды өшіреді, және де сұрақ қою арқылы өткен өмірінде не болып жатқанын сұрап отырады. Дәл солай өте көп пациенттерді қабылдаған. Ол кісінің мақсаты қандай? Яғни бір біздің жанымыз тыныштанбай тұрғанда, бірақ біз түсінбейміз не себепті екенін, сол транс арқылы өткен өмірде қалып кеткен бір травмалар, обидалар немесе аяқталмай қалған іс-әрекеттерге осознанностьқа келу үшін сондай терапия жасаған болатын ол кісі. Әртүрлі, ол жерде тек қана өткен өмірді ғана көрмейсің, яғни нәзік әлемді, параллельный мир, тонкий мир, өзіміздің періштелерімізді, періште дегеннен қорқудың қажеті жоқ, интуициямыз, біздің ішім сезіп тұр деп айтамыз ғой, оның барлығын бізге періштелер айтып жатады. Яғни біз жоғарғы рухымызбен, жоғарғы әлеммен де байланыса аламыз. Ол кітапты оқып шығып, менде понимание, яғни түсінік пайда бола бастады, білім пайда бола бастады. Сонымен осыны ары қарай терең зерттеу үшін, көзімді жеткізу үшін нағыз маманына бардым, регрессологқа. Ол кезде енді мүлдем контроль жасамаймын, көптеген арғы өмірлерінің барлығын көріп шықтым. Бәрін көру мүмкін емес әрине, бірақ бір шамасын көріп шықтым, сұрақтар қойдым, өзімнің жаңағы жаныммен сөйлестім, сұрақ қою арқылы. Біздің жанымызды ұйықтап тастағанбыз ғой, неге адамдар ұйықтап жатыр деп айтады? Себебі біз жанымызды ұйықтатып тастағанбыз, тек қана сыртқы әлеммен, логикамен, іс-әрекетпен, мимен өмір сүреміз ғой. Так, ақша табу керек, жұмыс істеу керек, үйді жинау керек, дальше өсу керек, болды. Ал біздің жанымыз шын мәнінде не қалайды, оған мүлдем көңіл бөлмейміз. Сонымен мен регрессологқа барғаннан кейін тағы да бір көзім жетті. Ол кезде кішкене даусым сәл жай шығады, және сұрақтың бәріне жауап ала аласыңдар. Өзім оқып алдым, келесі этап өзім регрессия мамандығын оқыдым, және де өзіме өзім жасап тәжірибе жасай бастадым. Енді қорықпай, батылдықпен өзімді трансқа түсіріп,
өткен өмірлерімен проработка жасадым. Яғни мен оны қабылдадым, қандай адам болғанымды есіме түсірдім, және осылардың барлықтарын осы этаптардан өте бастағаннан кейін келесі этап мен өзімнің медитация арқылы интуициямен сөйлесе бастадым. Яғни ол менің ішкі жаныммен, өзімнің жанымды оята бастадым. Айтады ғой, менің жан айқайым деп адамдар. Жаным не қалайды шын мәнінде, яғни менің істеп жатқан іс-әрекеттерім, өзімнің жұмысым, өзімнің жалпы өмір сүру қағидаты ұнай ма менің жаныма? Әрине жаным көбісіне ұнамайды. Олардың мақсаттары служение, яғни адамдарға көмектескісі келу, жаңағыдай жарыққа шығу, қорықпау, ашылу, махаббат, ол соны қалайды. Шын мәнінде барлық жанның қалауы бір, бірақ әр адамның миссиясы әртүрлі. Солай енді менің өзімнің ченнелер деп аталады, сондай қабілеттерім ашыла басталды. Ал енді ол жолға қалай келдім, мұны келесі видеода көретін боламыз. Егер де сізге қызықты болса, лайк басып комментарийға жазып кетіңіздер. Менен қандай стористар, шотстар, видеолар күтетін боласыздар.